Саламатсыздар ма, білім алушылар? Саламатсыздар. Жақсы отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабақта жоқ оқушыны кезекші айта қоямыз кән? Бүгінгі сабақта Садық Дамир жоқ. Балалар, бүгінгі сабаққа деген көңіл күйімізді білдіріп қояйық қаны. Жақсы. Енді топтар бір-бірімізге тілек айтамыз ба? Бірінші топ. Өзің айта қой, бірінші қай топқа тілек айтасың? Екінші топқа тілек айтамын. Айта қой. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз пайдалы әрі қызықты өтсін. Әр күніміз бірімен нұрлансын. Біз үшінші топқа тілек айтамыз. Сабағымыз сәтті өтсін, баршаңызға керемет көңіл күй тілеймін. Бүгінгі күн көңілдеріңізден шықсын. Біз үшінші топ, бірінші топқа тілек айтамыз. Бүгінгі тапсырмаларды дескрипторға сай орындап, бағалауда әділші өткізейік. Енді балалар топқа бөлініп алайық. Ол үшін панельге қараймыз қана. Міне, үш топқа бөліндік, е? Осы үш топ болып отырыңыздар. Көрініп тұрма? Бірінші топ бізде Нұртас Мархабат Айкежан Дидар, Талшын Мақсат Аружан Нұрай дейді, Иманәлі Амина Айша Аяжан Ағару. Жақсы топқа бөлініп алдық. Енді сабағымызды ары қарай бастайық. Балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 7-ші, 8-ші сыныпта, 9-ші сыныпта сіздер бұл сабақпен таныссыздар. Енді осы сабақ тақырыбына байланысты сұрақтарға жауап берейік қана. Ал білім алушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын интерактивті панельге қарасаңдар, WordWall платформасында бірнеше сұрақтар берген, осы сұрақтарға жауап береміз. Бізде бірінші сұрақ, адам миының бөлімдерінің әрқайсысының қызметі қандай? Келе ғой, Айкежан. Адам миының 5 бөлімі бар. Олардың қызметтеріне келсек, аралық ми зат алмасуды реттейді, ортаңғы ми бұлшық тонусын реттейді. Одан кейін бізде артқы миға көпір ми мишық жатады. Ол сигналды күзет және қимыл қозғалысты реттейді. Ал соңғы ол сопақша ми тыныс алуды, ас қорытуды, қан тамырларын бақылайды. Жақсы, тамаша. Бізде екінші сұрақ. Адам миының қандай бөлімдерін білесіңдер? Келе ғой. Негізінен ми 5 бөлімнен тұрады. Ең алдымен ортаңғы ми, сосын аралық ми, соңғы ми және мишық және сопақша ми. 5 бөлім. Дұрыс айтты ма? Адамның миы 5 бөлімнен тұрады. Жақсы, отыра ғой. Үшінші сұрақ. Балалар, үшінші сұрақ бізде қандай бөлім өткізгіш және рефлекс қызметін атқарады? Айта ғой, Амина. Бізде жұлын өткізгіш және рефлекс қызмет атқарады. Бізде жұлын омыртқа жотасының өзегінде орналасқан. Жақсы, отыра ғой. Төртінші сұрақ. Адамның орталық жүйке жүйесі қандай екі бөліктен тұрады? Айта ғой, Талшын. Жалпы жүйке жүйесі екіге орталық және шеткі болып бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі ми және жұлыннан тұрады, ал шеткі жүйке жүйесі орталық жүйке жүйесінен тыс қалған жүйкелерден тұрады. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, балалар. Сіздің сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін, балалар? Қазір сендер бірнеше сұрақтарға жауап бердіңдер ғой. Қандай болуы мүмкін сабағымыздың тақырыбы? Біреуіміз айтамыз. Айта ғой, Айкежан. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамның орталық жүйке жүйесінің қызметтері, олардың бөлімдері және мидың құрылысы. Тамаша. Яғни адамның жүйке жүйесі, мидың бөлімдері және орталық жүйке жүйесінің құрылысы. Жақсы. Дәптерлеріңді алыңдар.
Бүгінгі тақырыпты жаза қойыңдар. Бүгінгі сабағымызға балалар қандай мақсат қояр едіңдер? Тез мақсат айтып жібереміз. Осы орталық жүйке жүйесі бойынша, мидың құрылысы, бөлімдері бойынша қандай мақсат қояр едіңдер балалар? Айта қойғалсын. Жұлын мен мидың құрылысын және қызметін сипаттау. Сипаттау, жақсы. Тағы қандай мақсат болуы мүмкін балалар? Мидың құрылысы мен қызметін білу. Мидың құрылысы мен қызметін білу. Яғни орталық жүйке жүйесі, мидың құрылысы мен қызметі және жұлынның құрылысы мен қызметі, олардың атқаратын қызметін білуіміз керек, иә? Сонда балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жұлын мен мидың құрылысы мен қызметтерін оқып білу. Бағалау критерияларымыз: жұлын мен мидың құрылысын оқып білу, жұлын мен мидың қызметтерін сипаттау. Сіздерге бағалау парақтары берілді алдарыңызда. Осы бағалау парақтарына балл қоямыз, тапсырмалар бойынша, 1 балдық жүйе бойынша. Сосын дескрипторлар берілген, осы дескрипторлар бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыздың негізгі бөлімі координация және реттелу. Соның ішінде біз мидың құрылысымен және жұлынның құрылысымен оқып танысамыз. Бұл сабақты біз 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптан бастап оқып жатырмыз. Жалпы адамның ми сауытында орналасқан салмағы, ересек адамның миының салмағы 1300-1400 грамм. Ми 5 бөліктен тұрады. Ми бөліктерінің әрқайсының өзінің атқаратын қызметі болады балалар. Олай болса, қазір сіздерге топтық тапсырма беріледі. Осы топтық тапсырма бойынша тапсырмаларды орындаймыз.